Ей пайғамбар, Раббыңды еске алған кезде ішіңнен еске ал дейді. Іштен еске алу деген нәрсе әдеті. Тадорруған, жалынған түрде еске ал дейді. Қашан адам жалынған түрде еске алады әрдайым Алла, егер біз күнәмізді ойлап жүрген болсақ, біз күнәмізді дұрыс ойламағаннан кейін, уайымдамағаннан кейін, біз сол себепті жалынып еске аламай жүрміз Алла Тағаланы. Сен өзіңді сөгесің ба? Неге сөкпейсің сен өзіңді? Неге сен сөгілмейсің? Неге сен өзіңді жазғырмайсың ол үшін? Ал сен өзіңді күнәдан кейін сөкпесең, жазғырмасаң, сен жалынып дұға жасай аламыз ба біз? Біз жалынып дұға жасай алмаймыз. Ол болмайды ол, анаусыз келмейді ол. Қашан жалынып адам дұға жасайды? Күнәңді уайымдасаң ғана. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзіне айтады Алла Тағала: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах", біл, ей пайғамбар, Алладан басқа тәңір жоқ. "Вастағфир ли замбика", және күнәң үшін кешірім сұра.